16-да 4 есебінде берілген комплекс санның модулін табу керек. Z тең A плюс BI түрінде берілген комплекс санның модулі тік жақшаның көмегімен көрсетіледі. Бұлай деп көрсетуге де болады. Оны табу формуласы мынандай болады. Бірінші есепте біз 2 қосылған 3i комплекс санның модулін табуымыз керек. Түбір астында 2-нің квадраты қосылған 3-тің квадраты. Яғни нақты бөлігінің квадраты мен жорамал бөлігінің квадратын қосып, квадрат түбірін аламыз. Түбір астында 4 қосылған 9 тең түбір астында 13. Екінші есепте минус 2 плюс 4i комплекс саны берілген. Оның модулін табу үшін минус 2-нің квадратына қосамыз жорамал бөлігі 4-тің квадратын. Түбір астында 4 қосылған 16-ға тең. Бұл түбір астында 20-ға тең. Түбір астында 20-ны біз түбір астында 4 көбейтілген түбір астында 5 деп жазыламыз. 4-тен түбірден 2 шығады. 2 түбір астында 5 болады. Үшінші есепте минус 2,5 қосылған 1,5 i санның модулін табу керек. Түбір астында минус 2,5-ның квадраты қосылған 1,5-дің квадраты дейміз. Бұл тең. Бұл жерде теріс санның квадраты оң сан болатын болғандықтан минус 2,5-ның орнына 2,5 алсақ болады. Сонымен қоса, ондық бөлшекпен жазғаннан гөрі жай бөлшекті не істеуге болады? Жай бөлшекке айналдырайық. 2,5 ол 5-ті 2-ге бөлгенге тең. 1,5 ол 3-ті 2-ге бөлгенге тең. Осылардың әрқайсысының квадратын табамыз. 25 бөлінген 4 болады біріншісі, екіншісі 9 бөлінген 4 болады. Ортақ бөлімге келіп тұр. Алымы 34 бөлімі 4 болатын бөлшек түбірдің астында. Түбір астында 34 бөлінген 2. 34 тең сан. Яғни, үшінші есептегі комплекс санның модулі осыған тең. Төртінші 2 плюс i көбейтілген түбір астында 3 модулі. Түбір астында 2-нің квадраты плюс түбір астында 3-тің квадраты. 4 қосылған 3 түбір астында 7 болады. 16-да 4-ші есеп аяқталды.